Саламатсыздар, құрметті қонақтар, әріптестер, оқушылар. Интернационалист жауынгер ағаларымыздың құрметіне арналған ардагеріміз жастарға үлгі атты кездесу кешіне қош келіпсіздер. Жаулардан қарсы келген жасқанбаған, жасаған ерлігіне мастанбаған, ұрпаққа өмір жолын өнеге боп, тарихта ардагерлер асқанбаған, деп батылдық пен ерліктің ерен үлгісін көрсеткен қаһарман жерлестеріміз біздің ортамызда. Бүгінгі кешке қатысушы қонақтарымызбен таныстырайық. Есновка ауылының тұрғыны, ауған соғысының ардагері Дәуренбеков Мұхаммедқали Нұрбопаұлы. Байсеркеев Қасен Нұрмышұлы. Еңбекші ауылының тұрғыны Қобдалиев Бақыр Ұдаханұлы. Ауғанстан жеріндегі соғыс тарихы беттерінде өзіндік із қалдырды. Тарих бетінен сызып алып тастамайтын бұл соғыстың қысқаша тарихына сөз етейік. Алдымыздағы ақпан айының 15-ші жұлдызында КСР әскерлерінің Ауғанстан жерінен шыққанына 35 жыл болады. Ауғанстанға армия енгізу туралы шешім 1979 жылдың 12 желтоқсанында Кеңестер одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің саяси бюросының отырысында қабылданып, аса құпия қаулымен бекітілді. Ауғанстан жерінде интернационалдық борышын атқарған қызыл армия жауынгерлерінің, басқа да көптеген қауіпсіздік қызметкерлерінің және ішкі істер органдарының қызметкерлері де болды. Ауғанстан соғысының табиғаты да тарихы да өзгеше. Ол уақытта 18 бен 20 жас аралығындағы өрімдей жастар, бас аяғы 22 миллион қазақстандық өзге азаматтар мамыражай тіршілік етіп жатқан кезде бөтен елде өздерінің ел алдындағы борышын өтеді. Соғыс деген қаралы ұғым. Ауған соғысында мерт болғандар мен ардагерлердің арасында қашанда бас иеміз. Ауған соғысында КСР құрамында 22 миллион қазақстандық қатысты. 3325 күнге созылған соғыста 924 қазақстандық мерт болды. 1015 жауынгер мүгедек болып қайтты. 21 адам хабар ошарсыз кетті. Осыған байланысты қазіргі жастарға қойылатын талап өте жоғары деңгейде екенін біле отыра жастардың білім алуға, еңбекке деген, отан қорғауға деген жауапкершілікке қаншалықты деңгейде екені жайлы ой бөлісе отырсаңыздар.